Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге наурыз айында қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, яғни женттің екі түрлі жасалу жолын көрсететін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Бізге талқан, қант ұнтағы және сары май керек болады. Қант ұнтағын қантты блендер болса, үйлеріңізде сол блендермен езіп қант ұнтағын жасап алсаңыздар болады. Егер блендер болмаса, қанттың өзін сала берсеңіздер де болады. Талқанымыздың үстіне қантымызды және майымызды барлығын лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, видеодағыдай масса шығу керек. Одан кейін өзімізге керек формаға салып, әдемілеп біркелкі қылып, одан кейін холодильникке 1 сағатқа салып аламыз. Ендігі кезекте екінші түрлі жентіміз жасаймыз. Бұл жерде де талқан керек болады, сары май, қант ұнтағы және езілген печенье керек болады. Печеньені өздеріңіз қалауларыңыз бойынша езіп алсаңыздар болады. Целлофанға салып оқтаумен ұрсаңыздар да езіледі. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай талқанның үстіне печеньемізді, қантымызды, содан кейін сары майымызды құйып, тоже барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Одан кейін талқанымызды алып, осылайынан қолымызға салып, қысып, домалақ формаға келтіріп, кокосовый стружкаге аунатып алсаңыздар болады. Талқанымызды жасап болғаннан кейін холодильникке тағы да 1 сағатқа қойып аламыз. Одан кейін дастарханға өз қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Мінекей біздің бірінші түріміз және екінші бағана жасалған талқанымыз. Оны да өз қалауларыңызша кесіп қойсаңыздар болады, немесе өздеріңізге ұнайтын формаға жасасаңыздар да болады. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған Гүлзада.